Көп адамдарда геморрой мазалап жүрсе де, оны жаңағыдай сыртқа шығармай үй алған соң ба енді айтамай жүреді. Емделуге де жаңағыдай білмедім. Көбінесе күшенгеннен анадан мынадан деп жатады. Мақұл, енді ол тігіншектен шығып кетуі әйел адамдарда да көп кездеседі. Дұрыс бала босануды білмеген салдарынан. Жаңағы босанғаннан кейін көбінесе тігіншек салбырап кетеді, я болмаса қанап жатады, әрқайсында әртүрлі. Үлкен дәретке барған сайын қанап жатады деп жатқандар бар. Именно осы үлкен дәретке барған сайын қанап жатқан жағдай болатын болса, бізде геморройға арналған тибетский өнім бар, Қытайдан алдыратын. 3 курс алсаңыздар, 3 курсы 45 мың теңге, 3 курс алсаңыздар толығымен кетіп қалады. Мен қазір мына жерге Инстаграмда Халық емі Нұрқа деген жаңағы геморрой деген жүйе актуальныйдан қарасаңыздар, бір курстың өзіне жақсы деңгейде жазылып жатқандар бар. Енді 3 курс қабылдасаңыздар, вообще қайталанбайды деген сөз. Сондықтан алыңыздар, емделіңіздер, одан бөлек көптеген өнімдермен айналысатын болғаннан кейін басқа да өнімдерді сұрап жатады, я болмаса шөп дәрілер сұрап жатады. Шөп дәрілердің былайша бесплатный варианттарын мен рецепттермен бірге Инстаграмға салып қойған, қарап шықсаңыздар болады.